Ізгілайк подкасттар каналына қош келдің. Бізбен бірге қызықты ақпараттар алып, үздіксіз даму үстінде бол. Қайырлы күн, құрметті достар. Сіздермен бірге ізгілайк подкасттар жинағы. Бүгін біздің алғашқы қонағымыз психология ғылымдарының кандидаты, Рефрейм тұлғалық дамыту орталығының директоры Гүлжан Вироцкая. Қош келдіңіз, Гүлжан ханым. Рахмет. Шақырғандарыңызға рахмет. Біз бүгін Гүлжан ханыммен тұрмыстық зорлық-зомбылық көрген баламен қарым-қатынас жасау және кез келген эмоциялық кризистерге төтеп беру тақырыбында әңгіме өрбітетін боламыз. Алғашқы сұрақ, тұрмыстық зорлық-зомбылықтың бала психологиясына әсері жайында айтсаңыз. Рахмет. Бұл өте маңызды және өте қазіргі таңда өзекті мәселе болып тұр. Дегенмен бұл тақырыпты бұдан өте көп жыл бұрын психология саласының атақты ғалымдары айналысқан. Бұл тақырып жаңа емес. Бұның негізгі балаға деген әсері зерттелген өте көптеген психологтармен, және бала психологиясына отбасыдағы тұрмыстық зорлық-зомбылықтың әсері өте үлкен. Ол сол сәтте байқалмаса да жылдар бойы адамның өмірінің соңына дейін сол зорлық-зомбылық көрген баланың санасында онымен бірге болады. Қарапайым мысал, ұрыс жанжалдардың ішінде өскен бала болашақта өзінің отбасында немесе көршілерінің отбасында сондай ұрыс жанжал ескен кезде денесі тітіркеп, тыныс алуы жиіленіп, жүрек соғысы ерекше тез болады, тахикардия деп айтамыз. Осындай симптомдармен әліге дейін бізге кейбір осы қаламыздың тұрғындары келіп жатады. Бір жерде қатты дауыс немесе қатты бір дыбыстар, ұрылған, соғылған дыбыстар ескен кезде олар паническая атака дейді. Сол паникаға түсіп, өзін-өзі ептей алмайды, өзін басқара алмай қалатын жағдайлар жиі орын алады. Бұл дегені баланың психикасына үлкен әсер тигені, және одан құтылу ол ұзақ мерзімді психотерапиялық жұмысты талап етеді. Осы орайда бір сұрақ туындайды. Тұрмыстық зорлық-зомбылықты бастан кешірген баламен қандай және қалай қарым-қатынас жасау керек? Ең алдымен оған сол сәтте барынша тез психологиялық көмек көрсету қажет. Себебі бала мысалы кез келген келеңсіз жағдайларда ол басқа біреулерді айыптауды ойламайды. Ол өзін кінәлауды бастайды. Бұл бірінші көрсеткіші. Кез келген бала әке-шешесі ұрсып жатса, өзіні кінә сезінеді. Екіншіден, ол бойында өзіне саналы түрде есеп бермесе де, бейсаналы қорқыныштар өте көп орын алады. Одан арылу үшін оған жақын адамдары, сенім артатын адамдары қолдау көрсету керек. Болып жатқан жағдайлар енді заңдылық емес, әрине, бірақ өмірде кездесіп тұратын, және оны тоқтатуға барынша мамандар болсын, басқа адамдар көмектесетіні туралы балаға жеткізу керек. Бала түсіну керек, бұл жағдай норма емес, әдетті жағдай емес, және онымен күресу керек, және бойында қорқыныштың орнында ол сенімділік сезіну керек. Оны қасындағы ересек жақын адамдары немесе білікті мамандар солай көмек бере алады. Тұрмыстық зорлық-зомбылықты бастан кешірген баламен коммуникация орнату жайында лайфхактар ұсынсаңыз. Коммуникацияның бірнеше каналдары бар. Біріншісі ол көз қимыл контактісі деп айтамыз, глазодвигательный контакт. Екіншіден ол кинестетикалық қарым-қатынас, аудиалды қарым-қатынас. Сол үш түрлі каналдың бәріні бірденнен қолдануды мен ұсыныс бермеймін. Себебі мысалы физикалық зорлық-зомбылық көрген балаға кинестетикалық контакт жасауға болмайды. Себебі ол біреудің прикосновение дейміз ғой, ұстағандарына қорқып қалған болуы мүмкін. Ол жерде тек визуалды контакт, көзге тіке қарау, және аудиалды контакт.
максималды түрде баланың тілінде сөйлеу керек. Баланың бойымен бірдей болуға тырысу керек, бір деңгейде сөйлеу керек. Тіке тұрып балаға жоғарыдан төмен қарағаннан бала оны дұрыс қабылдамайды. Мүмкіндігінше бір деңгейде болу керек, және балаға қажетті сөздерді айта білу керек. Ол қандай сөздер? Мен сені тыңдаймын, тыңдап тұрмын, мен сені түсінуге әрекет қыламын, мен бұл жерде саған көмек беру үшін сенің қасыңдамын, сен маған кез келген қорқыныштарыңды айтуыңа болады, мен саған тек көмек бергім келеді. Осы сияқты қолдау сөздерді тауып айтып, оны жеткізе білу, ол кәсіби шеберлік деп айтуға болады, педагогикалық және психологиялық кәсіби шеберлік. Жалпы баланы эмоционалдық кризистен қалай шығаруға болады? Эмоционалдық кризис бұл өте ауқымды тақырып, ол бөлек тақырып болғанымен, қатынасы бар бұл тақырыпқа. Дегенмен қараңыз, кез келген эмоция ол қашан пайда болады? Ол біздің ойымыздан пайда болады. Мысалға, кез келген жағдаят болған кезде, сол жағдаятты көрген 7 түрлі адам оған 7 түрлі пікір білдіріп, 7 түрлі эмоция көрсету мүмкін. Бұдан біз не түсінеміз? Эмоцияны басқару үшін біз өз ойымызды басқаруымыз керек. Яғни баланың басында, миындағы жүріп жатқан пайымдауларды біз анықтап, оған дұрыс пайымдау, дұрыс ойларды қозғай білу арқылы оның эмоционалдық реакцияларын бағыттай аламыз. Қарапайым тілмен айтатын болсақ, егер үлкен ұрыс болды және бала оны көріп қатты қорқып қобалжып жатыр. Кейбір балдар содан кейін сөйлемей қою мүмкін, кейбіреулері тоқтаусыз жылауы мүмкін, кейбіреулері керісінше өзінің де солай агрессивті мінез құлқымен ерекшеленуі мүмкін. Сол кезде біз баламен ашық әңгіме қозғауымыз керек. Не болды? Оған әртүрлі көзқарастарды көрсетуіміз керек. Мысалға, полиция қызметкері үшін бұл қалыпты күнделікті жұмыс. Медициналық қызметкер үшін қатты жарақат жоқ па, қорқынышты емес. Педагогикалық жағынан бұл өте тәртіпсіз әрекет, сондықтан ондай болу дұрыс емес. Көршілер тарапынан қарайтын болсақ, бұл жаңалық, сенсация, бөлісуге болатын жақсы ақпараттар. Кез келген жағдайда балаға бірнеше адамның көзқарасымен қарап, және солардың арасынан ең дұрыс пайымдауды үйретіп, соған қарай эмоциясыны басқаруға үйретуге болады. Жалпы волонтерлар баланы эмоционалдық кризистен шығара ала ма? Қандай да бір көмек бере ала ма балаға? Егер волонтерлар қосымша білім алатын болса, әрине болады. Бір адам жасаған жұмысты екінші адам жасай алады. Оған волонтерлар үшін кәсіби білімін жетілдіру курстары қажет, жоғары деңгейдегі, және тәжірибе жинақтау үшін бір-бірімен олар жұмыс жасап үйрену қажет. Жалпы тұйықталған баланы қоғаммен етене араластыру процесін қалай жүзеге асырған дұрыс? Бұл жерде сұрақ туындайды. Тұйықталған бала не себептен тұйықталды? Себебі әртүрлі мінездер бар. Мен кез келген бала ортада өзінің еркін ұстап, ойын еркін білдіріп, белсенді болу керек деп айта алмаймын. Әр бала өзінің мінезіне сай әрекет жасауы мүмкін, қарым-қатынас жасауы мүмкін, және кез келген тұйықты бала проблемалық бала деп айта алмаймын. Сондықтан мақсатына қарай. Тұйықтығы кімге кедергі жасап жатыр? Ата-анасы уайымдап жатыр ма? Онда бұл ата-анасының мәселесі, баланың емес. Егер тұйықтығы баланың өмірінің сапасын төмендетпесе, онымен ештеңе жасамау керек. Егер өмірінің сапасына кері әсер тигізіп жатса, бала өзі қалайды тұйықтығынан айырылуға. Сол кезде жұмыс жасау керек. Жалпы өзіңіздің волонтер ретіндегі жеке тәжірибеңізді негізге ала отырып, стресстік жағдайларға қалай төтеп беруге болады деп ойлайсыз? Білесіздер ма, бұл сұраққа мен өзім де кейде ойланып қаламын. Волонтер болып жүріп, бірнеше
келеңсіз жағдайларға ұшыраған кезде, мен де енді адам баласымын, өте қатты стресске түскенмін. Біздің қоғам былай ойлайды, стресске төтеп беру деген сөз стрессті сезінбеу. Ол мүмкін емес. Мына бізде НЛП-да 8 түрлі негізгі эмоция бар ма? 8 түрлі эмоцияны сезіну ол норма. Демек, стрессті бойынан кешіру де ол норма. Ашулану, ренжу, ызалану, өкіну, қорқу, бұл эмоциялар кері эмоция болғанымен, олар да адам баласына қажетті. Білесіздер ме, қандай жағдайда мәселе бар деуге болады? Егер адамда бір немесе екі эмоция болса, міне бұл жағдайда біз психологиялық ауытқуды назарда ұстаймыз. Бір эмоция болса, мысалға мұң, бұл депрессия. Екі эмоция болса, қатты мұң және қатты қуаныш, бұл биполярное аффективное расстройство, болезнь бара дейді. Ал әртүрлі эмоциялар болуы, бұл өмірдің әртүрлі жағдайларында адам әртүрлі сезінетіні, яғни табиғатына сай әрекет ететінін білдіреді. Сол себепті стресстен қорықпау керек, стресс кезінде жылау керек, ашулану керек, дегенін жеткізе білу керек. Бірақ егер біз стресстік жағдайды конфликттік жағдаймен салыстыратын болсақ, конфликттік жағдайда, кикілжіңді жағдайда, екі түрлі шешім болады. Конструктивный конфликт және деструктивный конфликт. Конструктивті кикілжің дегеніміз, сол кикілжіңнен кейін одан да жақсы сапалы қарым-қатынас нығаюы. Ал деструктивті кикілжің нәтижесінде қарым-қатынас мүлдем бұзылады, немесе жойылып кетеді. Сондықтан кикілжің кезінде оны конструктивті бағытқа бағдарлау ол бір мәселе, ал стресстік кезде өз эмоцияларын шығару ол норма, бірақ ұзақ мерзімді созылған стресс, ондай жағдайда мамандарға жүгіну керек. Балаға тәрбиесіз берілген білімнің көрінісі қандай? Бұл туралы менен бірнеше есе ақылды адамдар айтып өткен болатын. Дегенмен мен өзім пікірмен бөлісіп өтейін. Тәрбиесіз берілген білім ол ешқандай, былайша айтқанда, тәртіпті, ешқандай идеологияны үйретпей, қолына қару ұстатқан жануармен тең. Мысалға, маймылдың қолына қару ұстатып қоясыз да, ал қалағанды істе, соған тең. Кез келген білім тәрбиемен бірлесіп жүру керек. Себебі біздің тарихта өте білімді және өте үлкен адамзатқа зиян келтірген тұлғалар болды. Мен оларды атамай қойсам болады, бірақ бұл өте қауіпті деп қорытындылай аламын. Болашақта баланың жеке тұлға болып қалыптасуы ол бір мәселе. Және саналы ұрпақ болып өсуіне әсер ететін факторлар. Саналы ұрпақ. Көбінесе бізде салт дәстүрді және заманауи қазіргі бағыттар, заманауи тенденциялардың екеуінің арасындағы үлкен айырмашылық орын алып жатады. Біз түсінуіміз керек, жеке тұлға болу көбінесе қазіргі таңда салт дәстүрімізге кейде қарсы жат әрекеттермен, соған жат пайымдаулармен ұйқасуы мүмкін. Жеке тұлға болуға ұмтылған, мысалға, қыз баласы бүгін салт дәстүрімізге тән емес өмір сүргісі келуі мүмкін. Болмаса, отбасындағы салт дәстүріміз бойынша қалыптасқан үрдістерді жеке тұлға ретінде кейбір отбасы мүшелері қабылдамауы мүмкін. Менің ойымша, кез келген жағдайда балаға шындықпен өтірікті, жақсылықпен жамандықты үйрету қажет. Және салт дәстүрге жүгінген болсын, заманауи тенденцияларға жүгінген болсын, қалай да болмасын, ол адамзатқа өзінің пайдасын тигізу үшін бойындағы қабілеттерді дамыту. Бұл біріншісі. Және
адамдарға пайдасын тигізіп үйрету керек. Бізде салт дәстүрге бағынатын, салт дәстүрді қатты қолдайтын немесе заманауи бағытпен кетіп қалған адамдардың арасында дискриминация болмау керек. Ол адамдардың қоғамға деген пайдасын сол көзқарастан қарау керек деген сияқты деп ойлаймын. Себебі мен өзім қатты ұстана бермеймін салт дәстүрді, бірақ қазақ еліне пайдамды тигізуге мен күнде баршама күшімді, бар білімімді жұмсаймын. Жалпы балаға қатал тәрбие берген дұрыс па? Балаға әр ата-ана өзі білгенінше, өзінің санасы, білімі, тәрбиесі жеткенше тәрбие беруге құқылы, әрине. Бірақ мен кәсіби психолог ретінде өзімнің ұсыныстарымды айтып өте аламын. Кез келген өмірдегі құбылыс, өмірдегі кез келген салаға қарайтын болсақ, мүлдем жетіспеушілік немесе асыру, ол таяқтың екі ұшы. Кез келген жағдайда, орыстарда мындай сөз бар, золотая середина, орта мөлшерді сақтай алу маңыздырақ деп ойлаймын. Асыра оны еркелетіп жібермеу және тым қатыгездік білдіріп, оның рухын сындырып тастамау. Оның жігерін, оның өмірге деген қызығушылығын өшіріп тастамау. Сондықтан қатал тәрбие беру дұрыс па деген сөзіңізге менің жауабым жоқ. Менің ойымша ол дұрыс емес. Бірақ тым бостандық беріп, немқұрайлық қарауды дұрыс емес. Тұрмыстық зорлық зомбылықты көрген бала мен көрмеген баланың психикасында қандай айырмашылықтар бар? Тұрмыстық зорлық зомбылықты көрмеген бала бұл өмірге қызығушылықпен, көбінесе зерттеушілік, қызығушылық, құштарлықпен қарайды. Тұрмыстық зорлық зомбылық көрген бала бұл өмірге қорқынышпен қарайды. Негізі айырмашылықтары өте көп болуы мүмкін, әр жағдайда әртүрлі. Бірақ осы негізгі көрсеткіш ретінде мен осы қорқынышпен қарайды және қызығушылықпен қарайды деген негізгі көрсеткішті арасынан іріктеп ала аламын. Қысқа айтатын болсақ. Психикасы әлсіз, эмоционалды балдармен қалай жұмыс жасаған дұрыс? Қалай жұмыс жасау керек? Психикасы әлсіз деп оған біз өзіміздің біліміміз, тәжірибеміз негізінде солай баға береміз. Ал бірақ кәсіби бағаны тек мамандар бере алады. Сіздің ойыңызша ол баланың психикасы әлсіз болуы мүмкін, ал көршіңіздің ойынша ол баланың психикасы мықты болуы мүмкін. Ал күтпеген жағдайда екеумізде шындықты білмегеніміз болып шығуы мүмкін. Сондықтан әлсіздікті кейбір адамдар немен өлшейді? Жылап қалу, эмоцияға берілу, ол психикалық әлсіздік емес. Ол мүмкін басқа да бойындағы физиологиялық үрдістердің нәтижесінде қалыптасқан реакция болуы мүмкін. Мысал келтіріп өтейін, менің балам 4 жасында қатты жылауық болды. Және мен бұрын соңды көрмеген байбалам салу дейді, истерика, сондайға түскен. Қақ жолдың ортасында екі машина қарама-қарсы жол бар ол. Біз ортасында тұрған кезде жатып алып, магазинге қарай тартады, мен үйге қарай барам. Сондай оның әрекетін мен өзім күтпегенмін. Маман ретінде мен үшін бұл өте қатты удар болды. Және сол кезде мен өзімнің әріптестеріммен WhatsApp чат арқылы сөйлесем. Сонда біреу маған психиатрға барған дұрыс деп айтты, біреу невропатологқа. Және мен психиатр және невропатолог досым бар, ол шақырды, біз бардық. Сөйтсек, баланың кейбір әрекеттерін мен енді медициналық қызметкер болмағандықтан байқамаған. Одан алдын есімде 1-2 ай бұрын басталған көрініс. Бала басы қызи береді, ыстығы жоқ, бірақ басы қызиды және ол басымен мұздай жерді іздейді. Кафельге барып басымен жатып алады.
кез келген кішкентай ұрыс үшін, даже көзқарас үшін жылап қалу мүмкін. Жылауықтану, басы қызу, сөйтсек ода бұл невропатологтың жұмысы екен. Невропатолог дәрі жазып береді, 1 ай көлемінде біз оны ішеміз. Бас тамырлары, қалай түсіндірілді, бас тамырлары қысылғаннан сондай болады. Ол сол дәріні ішкеннен кейін 2-3 жыл мүлдем жылауық болмай, қарапайым ойнап күліп жүре берді. Және жақында байқағаным, қайттан кішкене сөзге жылап қалу, сондай әрекеттер басталды. Қайттан сол невропатологқа алып барсақ, тағы да бұның бас тамырлары қысылып жатыр. Бұл ауру негізі мен өзімде де бар. Мен өзімде анда-санда ем алып тұрамын. Ал маған көршілер баланың психикасы әлсіз, балаң жылауық, балаң мынандай деп өздерінше баға беретін. Өзім сияқты мамашылар двордағы, сенің балаң нәзіктеу, тез ренжіп қалғыш. Ал негізінде ол өте мықты. Себебі футболға барған кезде бір-екі келеңсіз жағдайда ол өзіні нағыз мықты бала ретінде көрсете алды. Зомбылық көрген баланың тағы да бір ерекшелігі, қараңыздар, ата-ана балаға зорлық-зомбылық көрсеткен кезде бала одан көбінесе ата-анасын жек көрмейді, бала өзіні жек көре бастайды. Және болашақта ода аутоагрессия деңгейі тым жоғары болады, яғни өзіні жек көру. Сізге үлкен алғыс білдіреміз, бізге осындай құнды мәліметтеріңізбен бөліскеніңіз үшін. Сіздермен бірге болған Ізгі лайк подкасты келесі подкасттарда жолыққанша. Рахмет.